Ақын ағартушы, қазақ әдебиетінің әдеби тілінің негізі қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл. Абай мұрасы қазақтың ең қасиетті, теңдесі жоқ алтын қазынасы. Заман ауысып, уақыт еткен сайын, халқымыз ғұлама Абайдың рухани дүниесіне терең бойлап, оның ұлылығының тым қырларын ашып, жаңа сырларын қанаға түсті. Абай өзінің туған халқына мәңгі бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы қалың елін, қазағын жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді. Ұлы Абайдың шығармашылығы бүгінгі заман талабына сай қайта түлеп, жыл өткен сайын жаңғырып, ұрпақ тәрбиесіне өзіндік үлес қосып келеді. Әлемнің Абайы. Абай біздің кемеңгер, теңдесі жоқ асқар биік шынымыз, ақ ниетті, әділетті шынымыз, асыл қазына ашылмаған сырымыз, таусылмайтын мәңгі бақи жырымыз. Парасатты болып туған Шыңғыстаудың Абайы, әнмен жырын мұра қылған сарыарқаның Абайы, нақыл менен саны құйған қазағымның Абайы, ақыл менен дана болған бүкіл елдің Абайы. Абайдың 170 жылдығына орай Кинашауыл кітапханасында Ұлы халықтың ұлы Абай атты кітап көрмесі ұйымдастырылды.